Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрмет көрермендер, қадірменді қазақ елі. Бүгін 16 қазан 2023 жыл. Мына үстімдегі көріп отқандарыңыз қазақи нақыштағы ойымен безендірілген керемет шапан. Көрермендердің арасынан ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесі жақындап қалды ма деп ой түйіндеп жатқан тіркелушілеріміз де бар шығар. Әрине олай емес. Әңгімемді әсерлеп емес, түсінікті етіп таратып айтар болсам, өздеріңізге белгілі әлеуметтік желіде алғашқы бастамам Түркістан қаласындағы мал базар және көлік базар маңайын базар бағамын алыстағы ағайын мен жақындағы көршіге хабардар ету үшін әр апта сайын эфир әзірлеп, тынбай еңбек етуден құралған еді. Арасында азаматтық борыш санап, әлеуметтік мәселелерді де өз арнамда талқылап, құзырлы органдарға жеткізген кездерімде болды. Шешілген мәселелер де жоқ емес. Мен бұл әңгімелерді не үшін айтып отыр деп ойлайсыздар? Расында менің сыртынан бақылап, зерттеп, зерделеп отырған қоғам бар екен. Сондықтан бүгін міне осындай сіздердей ардақты көрермендердің алдында айтқым келгені, мына маған үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Ол қандай жауапкершілік деп ойласаңыздар, тарқатып айтайын, бұрынғы ата-баба ізімен бой көтерген, қазіргі қазақ билер атауымен белгілі болып келе жатқан қазақ зиялылары бірлестік құрып, заңды тіркеп, бүгінгі таңда өз іс-әрекеттерін жасап жатыр екен. Сонымен қатар қазақ билер қауымдастығы билердің санын арттыру мақсатында әрбір өлкелерде филиалдар құрып, қазақ қоғамда игі істерін бастап та кетті. Жалпы айтқанда іс барысында би белсенділері осы филиал басшысының жауапкершілігіне лайық деп танып, мына мені Түркістан облысы республикалық билер алқасы бірлестігінің төрағасы етіп тағайындады. Мінекей, менің де бүгінгі эфирге шығып, сіздермен дидарласып жатқан басты мақсатым да осы еді. Ел көрсін, білсін деп хабардар ету. Бұл үміттің салмағы өте ауыр екендігі сөзсіз. Дегенмен, осындай би қауымдастығы маған үлкен үмітін артып, өз сенімділіктерін білдіріп жатса, мен де бүгіннен бастап өздеріңіздің алдарыңызда би төрағасы ретінде алғашқы қадамымды бисмиллах деп басқым келіп отыр. Айтпақшы, естеріңізде болса, сөз басында мына бір үстімдегі шапан туралы әдемі бір сөз қозғаған болатынмын. Оның себебі, мен осы бір міндетіме жүктелген бастаманы құзырыма алған соң, алғашқы қадамымды ел тұрғындары кез келген әдемі нақышпен өрнектелген қазақи киімдерді мерекелік іс-шараларда емес, кәдімгі үй тұрмысында күнделікті қолданылатын деңгейде жетсе екен деген мақсатта осы әдемі шапан киіп сіздердің алдарыңызға байланысқа шығып отырған жағдайым бар ағайын. Мінекей құрметті көрермендер, менің өмірімдегі өзгерістер мен асу белестер осындай. Жалпы айтқанда бүгінгі эфирдің басты мақсаты блогер ұлдарыңыз би төрағасы болып тағайындалғанын тілге тиек ету. Және қазақ қоғамында әділеттілік пен ақиқаттылықты серік ете отырып, күнделікті қазақи нақыштағы күнделікті тұрмыста ой өрнекпен безендірілген ұлттық киімдерді тұтынса деген ниетті білдіру болатын. Расында бүгінгі қазақ қоғамы осындай қазақи ұлттық нақыштағы ұлттық киімдерді күнделікті тұрмыстарында тұтынып жатса, бұл әлемді өзіне қарататын үлкен бір құбылыс болатындығы сөзсіз. Ал сіз осындай бастаманы қолдап қуаттасаңыз, осы бір видеоға жүрек лүпілін басуды ұмытпаңыз. Және сіз де осындай қазақи нақыштағы киімді күнделікті тұрмыста қолданып киіп жүріңіз ағайын. Иә достар, бауырлар, эфирдің соңына да келіп қалған екенбіз. Болмас бала әр елдің етегін ойлайды, болар бала елдің ертеңін ойлайды демекші, мына біздей, яки сіздей ер азаматтарды бүгінгі қазақ қоғамында ет жүрегі елім деп елжірейтін ер азаматтардың қатарында болуын жаратқан иеміз нәсіп етсін. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Бұдан бұлай билер алқасының әрбір ісін эфир назарына ұсынып отыратын боламыз. Қоғам ішіндеміз. Рахмет, көріп тыңдағандарыңызға аман болыңыздар.